Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен Сая Абдығани мен сіздермен бүгін ең оңай және тез дайындалатын капуста рецептісімен бөліскім келеді. Өздеріңізге сақтап алыңыздар, сақтап алудан бұрын менің инстаграм парақшама өтіп тіркеліп қойыңыздар. Бұл менің ең сүйікті тағамым, қысқа міндетті түрде дайындаймын. Жасаңыздар, сіздердің де сүйікті тағамдарыңызға айналады деп сенем. Қызылшаны жақсылап тазалап, ыдыстың ең астыңғы қабатына қызылшаны саламыз. Бір қабат қызылша төсейміз. Содан соң орам жапырақ саламыз. Ірі етіп тураймыз, ішіндегі діңгегін алып тастаймыз. Ортасына тағы да бір қабат қызылша төсейміз. Қайтадан орам жапырақ және де ең бетіне тағы да қызылша саламыз. Содан соң бұның арасына сарымсақ саламыз және де аскөк саламыз және қызыл бұрыш. Демек, ұнтақталған емес, кәдімгідей қызыл ащы бұрыштан 3 данасын турап қосып араластырып жібереміз. Содан соң суға тұзын салып, ертіп қайнап тұрған, сақырлап тұрған суға тұзын салып ерткеннен кейін сол суды құямыз. Сөйтіп ауыр салмақтың астына қоямыз. Мынау әлі салмақта тұр, мына тарелкаларым ішіне кіріп бара жатыр күн өткен сайын. Енді капустамның түрі мені андай болады. Қызарып келеді. Бірақ әлі толық дайын емес. Міне мынандай болып келе жатыр. Дайын болған кезде өте әдемі болады. Өз уақыт өткен сайын бұл деді. Осылай ауасы шығып тұрады ішінен. Міне көрдіңіздер ме, сіздерге көрініп тұр ма, мына жағы қатты батып тұр, бірнеше тарелка ішіне кіріп кеткен, мына жағы кішкене батпай тұр. Осы кезде біз тұзының дәмін көрсек болады. Қыздар, енді керемет. Мен өзім мына капустадан кейін басқа ешқандай капуста жасамаймын. Бұны жасап жүргеніме 8 жыл болды. Астарыңыз дәмді болсын.